осы бір қазақта көсеген көгерсін деген көнеден келе жатқан игі ниетті сөз бардығын. Сол баталық сөзді бойларына дарыта білген ата әжеміздің бүгінгі ұрпақтары сол рухтарға тағзым етіп құрмет көрсетуін әлі тоқтатпады. Тәуелсіздік деген тарих тұлпарының қос тізгіні қолымызға тигелі, еңсемізді көтеріп, өзімізге есеп беру үшін біз кімбіз деген сұрақты алдыңғы орынға қойып, жауабын алу үшін өткенге үңілген алдыңғы аға буыннан үлкен шежірелік әңгімелерді естіп жүретінбіз. Өзінің тарихын білмеген ұлттың болашағы жоқ демекші, өзінің кім екенін білмеген адамды қазақ атам кезінде бір ағауыз сөзбен жет атасын білмеген жетесіз демеп педі. Жеті баулы беріш руының себек бөлімінен тарайтын бөрібас, бөрібастан жанбай, жанбайдан бозай, бозайдан 6 ұл: Өтеғали, Шорман, Мұңал, Жақсыбай, Мәмбет пен Үмбет. Бозай атамыз арғы бетте қазіргі Жылой ауданында мекен еткен кезінде ауылдары іргелес болған Адай руының Келімберді бөлімінен өрбіген Қосқұлақ атаның немересі Мырзағұлдың кенже қызы Ақмаңдайды өзінің ұлдарының бірі Шорманмен атастырып құдаласады. Мырзағұл аты күллі қазаққа айқын болған Пірбекеттің әкесі. Мырзағұлдан Алдаберген, Алдоңғар, Меңдіқұл, Бекет атты 4 ұл мен Апуа, Ақмаңдай атты 2 қыз өрбіген. Яғни Ақмаңдай әжеміз аты аңызға айналған Пірбекеттің туған қарындасы. Қазіргі Атырау облысы Жылой ауданы Жем өзенінің жағасындағы биік төбенің үстінде Ақкиіз Тоғай ауылынан солтүстік шығысқа қарай 28 шақырым жерде орналасқан Ақмешіт аталатын киелі қорым бар. Бұрын Ақмешіт қорымы туралы көп айтыла бермеуші еді. Десек те, кезінде үстіртте болған экспедиция мүшесі Александр Дюгамель Ақмешіт жайлы Ақбор төбенің бетіндегі қасқырдың үңгіріндей тесікке бір адам зорға сыйып, 3 құлаштай үңгірмен жүргенде ені 2,5, биіктігі кісі бойындай дөңгелек киіз үй пішіндес сағана тамға кіреді. Сыртта құдығы бар деп естелік қалдырған. Ақмешіт Абыз әулие, сәулетші Бекет Мырзағұлұлының туған жері. Ол 1771-74 жылдары Ақмешітке жерасты мешітін салдырып, бала оқытқан. Мұнда Бекет атаның атасы Жаналы, әке шешесі Мырзағұл мен Жәния және ұлы Тоғай мәңгілік тыныстаған. Бұл киелі жерге кезінде имансыздар келіп, оқ дәрімен жарып, құлап тастаған. Көнегөз қариялар мешіттің орнында қос шұңқыр ғана қалғанын айтады. Сол мешітті Жылой ауданының жүрегінде иман ұялаған азаматтары 1998 жылы Маңғыстаудан шеберлер шақыртып қайта жаңғыртты. Қазір Ақмешіт қорымы мемлекет қорғауына алынған. Мұнда Пірбекеттің тікелей ұрпағы Қалиман немересі Майрамбай қайта жаңғырған жерасты мешітін ұстап отыр. Әулие басына тағзым етіп келген жамағатқа өнегелік, шежірелік тарихын еш жалықпастан әңгімелеп, Құран аяттарын оқып, сұхбаттасады. Ұшқан құстың қанаты талатын ұланғай ырынарында әуелгі кіндік қаны тамған жері Ақмешіттік Ақмаңдай Мырзағұл қызы
мәңгілік мекенін қалай тапты деген қалыпты сұрақ көпшілікті толғандырғаны анық. Шорман атамыз бен Ақмаңдай әжемізден Сарт, Көдебас, Жылқышы атты 3 ұл өрбігеннен кейін атамыз дүниеден ерте өткен дейді ел. Одан кейін тірі адамның тіршілігі айлар менен жылдарды жалғап өтіп жатқан шақта Әбілқайыр ханның немересі Нұралы ханның баласы Бөкей 1801 жылы Ресей үкіметінен рұқсат алып, кіші жүз қазақтарының бір бөлігін Жайық пен елінің аралығындағы ата жұрттың ескі мекеніне қоныстандыра бастайды. Дәл осы шақта ерінен жесір қалған Ақмаңдай әжеміз 3 ұлын тәрбиелеп, өсіріп отқан көрінеді. Көшкелескендердің ішінде Қайдың жұрты Себек руының халқы болған. Соған орай өз ағаларының алдынан өтуге барғанда олар әжемізге айналайын көш дегенің оңай емес. Балалар да осы жерге бауыр басып қалды. Қалам десең қарсылық жоқ дегенде әжеміз көрегенділігінің, әулиелігінің арқасында мен ұлдарымды үйірінен айырмаймын, жұртыммен бірге көшемін деген шешімді қабылдап, қайын ағасы Өтеғалиға ілесіп, Себек әулетімен бірге көшіпті. Көштің Атмаңдайын тіреген жері бүгінгі Исатай ауданы Нарын құмындағы Қойбас қорығы. Бұл мекенді кезінде хан Жәңгірдің заманында Саржала батыр немересі Бекбай ұлы Қойбас би Тума Кемесай Байшағыр ұлы Қондыбай шешенді ертіп барып ханнан жер сұраған екен. Сонда Қондыбай би Оралды орыс бермейді, әдепті қойыс бермейді, іргені тана бермейді, қара тоқай және бермейді, аспаннан құдай жаңбыр бермейді, жерді жәңгір бермейді. Кетейін десем, жәңгір сені қимаймын, кетпейін десем, ен нарынға сыймаймын деген екен. Жәңгір Қондыбайдың келісті сөзіне риза болып, Себек атасына бір ат шаптырым жер беріпті. Ол жер кейін Қойбас қорығы аталып кеткен. Себектің Бөрте, Жанбай атасының балалары Қойбас қорығын жазғы жайлау, ал теңіздегі Жанбайды қысқы қыстаулық етіп қоныстанып, көшіп, қонып жүрген. Мұнда кейінгі ұрпақтарының айтуы бойынша Сарт, Көдебас, Жылқышы аталардың ағайын ұрпақтары дамылдап жатқан көрінеді. Өлі жебемей, тірі байымайды дейді халық даналығы. Бұдан ата-бабаларымыз шалқыған байлықты көксеген деген ұғым тумайды. Қайта рухани жан сарайының түлеуін, ой санасының, ақыл парасатының кемелденуін арман еткен. Осындай өнегелік мақсатта Шорман ата, Ақмаңдай әже ұрпақтары 2002 жылы аудан көлемінде үлкен ас беру және әжемізге арнайы белгі тасын орнату іс-шарасын ұйымдастырған болатын. Жаздың аптап ыстығына, құм жолының ұзақтығы мен ауыртпалығына қарамастан ұйымдасқан бұл шараға мұрындық болған ата әже ұрпақтары сонымен қатар Зұлпықар Мақсотұлы бастаған сол кездегі Исатай ауданының әкімшілігі және де Жайық мұнай-газ өндіру басқармасының демеушілігімен жаппай ат салысқан болатын. Сол кездегі естелік мұрағаттарды
назарларыңызға ұсынамыз.
Осы іс-шарада Гүлмайдан Сүндет қызы арнайы әжемізге арналған әнін шырқаған болатын. Ақмаңдай әже әні орындайтын Гүлмайдан Сүндет қызы. Әже басына зиярат етушілерге ауа райы қолайсыздық тудыруына байланысты жылдар бойы әжеміздің басына бір түнегей салынса деген арман 2021 жылы ортаға талқыға салынып, оң шешімін тауып, құрылыс жұмыстары басталып, іргетасы бой көтерді. Шорман ата Ақмаңдай әже түнегейі 2022 жылы мамыр айында салтанатты түрде ашылған болатын. Және де 2024 жылы Төлеміс ата Смадияр ата ұрпақтар ұйымдастыруымен ата әжеге арналған ас берілді. Қазақ халқының қасиетті тарихында
аналардың орны ерекше. Соның ішінде аяулы ардақты асыл аналарымыз қазақ халқының тарихында өзінің өшпес ізін қалдырған. Сондай аналарымыздың бірі біздің бүгінгі Ақмаңдай әжеміз деп айтыламыз. Ақмаңдай әжеміз бұрынғы қазақ халқының тарихында қалған Зере, Олжан, Ұлпан, Айғаным әжелеріміздің сойынан болып келеді. Себебі бұл әжеміздің үлкен бір қасиеттілігі, ер азамат дүниеден озса да оның өзінің төркін жұртына қалып қоюға мүмкіндік болғанмен, жаңағы үш ұрпағын, өзінен ұрпағын ата жұртынан адастырмайым, ата кіндігінен алыстатпайым деген бағытта өзінің ұрпақтарын осы Беріш Себек Бозай әулетіне алып келіп, өсіріп, өндіріп, асыл азамат қылып, олардың елге тірек болуына мүмкіндік жасағандығы байқалады. Бүгінгі өтіп отырған ас беру шарасы өз халқын қадірлейтіндей, өз рухын көтеретіндей болып шара өтті. Соған біз дән риза болып отырмыз. Ата-бабамыздың атынан, әулетіміздің атынан осындай асыл әжелердің көп болғаны кейінгі ұрпаққа рухани азық болады деп санаймыз. Сондықтан да қазіргі әжелерге беріліп жатқан ас кейінгі ұрпаққа ұлағатты өнеге, өскелең ұрпаққа игілікті шара ғой деп ойлаймыз. Әжелеріміздің игі сөзі, ізгі ісі мәңгі ұмытылмайды деген пікірдеміз. Әжеміздің дүниеге болсыншы деп, ол жерде содан үлкен ас берілді. Сол 20 жылдан кейін, 22-ші жылы. Сол кезде мына түнегі де бітіп, бастап салған. Енді қиын болды, бірақ дей тұрғанменен әйтеуір барлық мүмкіншілігімізді салып, мынау оның ішінде көп еңбек еткен мынау Енжел атамыздың ұрпақтары. Мынау Алтай інім бастаған, мына Жұмағазы атамыздың ұрпағы, мынау Арман дейтін інім. Олар осы жұмыстан шықса да түнделетіп келіп, таңда қайтадан жұмысқа барып, сол екі ортада заттарын әкеліп тастап, қыстың мезгілінде, сұры материалды қыстың мезгілінде тасыды. Ал сон барлық ауыртпалықты көтерген сол екінім. Ал енді оның бер жағында Бауыржан дейтін інім осының басында жатып, Самиғолла інім осының басында жатып, денсаулықтарын кішкене ауырып тұрса да соған қарамастан сол қалап атқан құрылысшылардың басына бас көз болып, осы әжемізге арналған үйде салып, ал 22-ші жылы жақсы ас бердік, барлық ағайындар қосылып, сонда мынау барша ағайындар болып, үлкендеріміз айтып, қалған ұрпақ соны жалғастырып, сонда бөлісіп, сол айтқанбыз, әрбір 2 жыл сайын ас берейік, әжемізге арнап, аталарымызға арнап, осы жердегі қауымда жатқан барша атамызға жарнап деп. Әжеміз руы Қосқұлағадай, бір бекеттің туған қарындасы, 2 қарындасы болған екен, бір бекеттің 3 ағасы. Соның ішінде Ақмаңдай Апуа деген 2 қарындасы болған. Ақмаңдай әжемізден 3 ұрпақ тарайды. Сол 3 ұрпақтың бәрі осы жерде қоныстанған. Негізінен 20 шақты кісі осы жерленген туралы нақты ақпарат бар. Енді бұнан да бұрын басқа да біз білмейтін ақпараттар болуы мүмкін. Ақмаңдай әжемізді біздер соңғы 80 жылдардан бастап қайттан осында келуді бастадық. Кеңес үкіметі тарағаннан кейін, тәуелсіздік алғаннан бастап қолға алып осы жерге бірнеше жыл сайын ата өзіміз келіп тәу етіп тұрғанбыз, зират етіп. Мына Бекет ата менен Ақмаңдай ана апамыз екеуі бір ағалы іні қарындасты болып келеді. Бұлардың енді көріпкелдігі екеуінің де сол елге белгілі, елдің сол қамын ойлаған, елге сол дертіне шипа берген, жаңағы ұл сұрағанға ұл берген, қыз сұрағанға қыз берген, сондай бір қасиетті ұрпақ болып есептеледі. Менің атым Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданында тұрамын. Қойбағар Абзал Аяулы деген осы Бекет атаның 7-ші ұрпағымын. Енді сол барлығымызда осы асқа қабыл болсын айтуға, ортақтасуға келіп отырмыз. Ата-бабамыздың рухы, әжеміздің аруағы кейінгі ұрпағын қолдап, жебеп жатсын. Оқыған дұғаларымыз қабыл болсын дегіміз келеді. Тілегіміз қабыл етсін, еліміз, халқымыз аман болсын. Ең маңызды бұл қазақ халқының, елдің амандығы, тыныштығы. Еліміз тыныш болса, еліміз аман болса, халқымыз аман болса, кейінгі ұрпақ дәстүрді, ғұрыпты бәрін сақтайды ғой деп ойлаймын. Биыл 22-ші жылдың 5-ші қазанында арнайы аталар бөліп алғанбыз. Енді бүгін соң жалғасы
асбеге бүгін 200-ден астам кісі жиналды. Бәрі жақсы, өз ретімен Маңғыстаудан келген қонақтар болды, Бекет атаның ұрпақтары. Бәрі қатысып осындай жерде күні бүгін ас беріп жатқан жайымыз бар. Енді жалпы Ақмаңдай әже туралы айтатын болсақ, ол кісі 90-нан аса жасқа келіп 98 дейді, бір деректерде бір жерде 95 дейді. Жыл өмір сүрген екен осы жерде. Біраз ұрпақтарын тәрбиелеп, ұрпақ өсіп, міне қазір осы анамызбен, Шұрма атамыздан тараған ұрпақ 200-ден аса жанұя Атырау облысында, Исатай ауданында, Атырау қаласында, Исатай ауданында, Махамбет ауданында, тағы да басқа жерлерде тұрып жатқан, Қазақстан басқа аймақтарында тұрып жатқан жайы бар. Осы іс-шара барысында келесі ас беру жолы Қожыр ата, Жылқышы ата ұрпақтарына табысталған болатын. Оны қабылдап алған Қожыр ата ұрпағы Шайхымеден тегі Ғинаятұлы Жәнәбіл ағамыз еді. Тігіншінің жұмысын аяқтаған кездегі жібін үзгеніндей айтар ойымызды нарынның нар кескен ақыны, шабыт ойдың талапкері Нұралы Әжіғалиевтің өлең жолдарымен түйіндегіміз келеді. Ел жұртқа қасиетті қазық болған, ұрпаққа өсиеті азық болған, маңына түгендеген адалдарды, пендені жүгендеген тасып болған, аруақты ана деген атақ алған, бергені сұрағанға бата болған, үш ұлы жылқышы мен сарт көдебас, үш бірдей өсіп өнген ата болған. Түбіне ақыл ойдың жете туған, жарқырап қатарынан өте туған, Ақмаңдай асыл ару ай дидарлы, Бекеттің қарындасы тете туған. Құлатпай жаңжарының шаңырағын, жан жаққа жайып тастап жапырағын, жатыр ол келін боп кеп аяқ басқан, жамылып ақ нарынның топырағын.